Елбасы Қазақстанда мемлекет пен бизнес экономикалық қана емес, сондай-ақ әлеуметтік мәселелерді шешуге де толыққанды әріптес болуы тиіс деген болатын. Бұл орайда билік пен үкіметтік емес ұйымдар секторларының арасындағы конструктивтік қарым-қатынастың бір үлгісі ретінде халықтың әлеуметтік осал топтарының кезек күттірмейтін мәселелерін шешетін сыр мейірімі әлеуметтік қорын айтуға болады. Әлеуметтік қор мемлекет басшысының жарлығымен тұрмысы төмен азаматтарды қолдау жөніндегі Қызылорда аймақтық қорының құқығын иеленуші ретінде аймақтың әлеуметтік бағдарламаларын жүзеге асыруда. Мақсаты қиындық көріп отырған тұрмысы төмен жалғызбасты қарт кісілерге, мүмкіндігі шектеулі азаматтарға, қамқоршысынан айырылған балаларға, баспанасы жүрген азаматтарға қызмет ету. Бүгінде сыр мейірімі қоры аймақтағы тұрмысы төмен азаматтарды қолдауда тиімділігін көрсетіп, қолын жоқшылық байлап, тұрмысы тұралаған жандардың көңіліне демеу, жандарына медеу болып келеді. Қор 2012 жылдан бастап мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс негізінде жұмыс істеуде. Биыл 8-ші жыл қатарынан қор әлеуметтік осал топтарға өз қызметін көрсетіп келеді. Қордың ықпалымен бүгінде 22 жұмыссыз азамат жұмыспен қамтылды. Халықтың әлеуметтік осал топтарын қолдау өмір сапасының жақсаруына жәрдемдесу мақсатында денсаулығына, жасына байланысты сапалы тамаққа мұқтаж жалғызбасты қарттарға, мүгедектерге, жетім балаларға, асыраушысынан айырылған көп балалы отбасыларына, баспанасыз, кірісі жоқ азаматтарға жыл бойы кешенді түскі ас ұйымдастырылуда. Күнделікті кешенді түскі ас жыл бойы 225 адамға, оның ішінде денсаулығына, қимыл қозғалысында қиындығы бар 90 азаматқа арнайы жеке термоконтейнерлер мен тұрақты мекен жайларына жеткізіліп беруде. Қашанда жабырқаған жандардың жанынан табылып, демеу болған қор қарттар мен мүгедектер күнін назардан тыс қалдырмай көптеген мәдени шараларды ұйымдастырып келеді. Қария ғұмыр қарт қазына, мүгедектер күн аясында бақытыма сенемін, армансыз күнім болмайды, өмірге ғашықпын, 2 жұлдыз атты көпшілікке көтеріңкі көңіл күй сыйлаған мерекелік салтанатты шаралар осы сезімізге дәлел болады. Сондай-ақ дәстүрлі түрде өткізіліп келе жатқан еңбек сабақтастығы форумында абыроймен жоғарғы деңгейде іске асырып келеді. Іргелістердің ұйытқысы бола білген сыр мейірімі қоры елбасының алғыс хатымен Қазақстан Республикасының Мәдениет, Еңбек министрлігінің Қазақстан халқы ассамблеясының ардагерлер ұйымы, Республикалық қоғамдық бірлестігінің құрмет грамоталарымен марапатталған. Сонымен қатар сыр мейірімі қоры 2012 жылы Қазақстан Республикасының Мәдениет министрлігінің ұйымдастырған үкіметтік емес ұйымдарының үздік жобалар, 2013 жылғы Қазақстан Республикасының Еңбек министрлігінің үздік әлеуметтік жобалар, 2015 жылғы Қазақстан халқы ассамблеясының қайырымдылық керуен атты жалпы ұлттық көрмелерінің лауреаты. Алғыстан алқа таққан сыр мейірімі қоры уақыт өткен сайын аясын кеңейте бермек. Аймақтағы тұрмысы төмен отбасыларды әлі де анықтап, олардың ешқайсысын назардан тыс қалдырмау қоғамдық қордың басты борышы болып қала бермек.